Армысыздар тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әрбір комментарий менің кейіпкерлерім үшін өте маңызды. Не болды сонша айғайлап? Қайтарып берем машиналарыңды. Балам-ау, қалай қайтарасың? Банк алдындағы қарызыңның қанша екенін есептедің бе? Неге саласың ол машинаны? Енді не салайын? Ақша керек болды, салдым. Тым болмаса бір ауыз ескертпедің бе сен? Осынша жауапсыз болар ма едің? Иә, мен сондаймын. Жауапсызбын. Қайдан шыққанымды сендер жақсы білесіңдер де. Қаныма тартқан шығармын. Өгей деген атым бар ғой. Болатбек мына сөзі Оразгүл ананың жүрегіне найзадай қадалып, кеуде тұсы шым ете қалды. Жүрегін ұстап, артына қарай ұстаған қолымен орындықтың арқалағына қармана бастады. Бүгінге дейін бөтенсініп көріп бедім сені, балам. Қанша қарызыңды жауап келдік, айтсаң машинаны салғызбай бір ретін табар едік қой. Қойыңдаршы. Менің жағдайым сендерді алаңдататын беді. Қайдағы бір темірге бола қара аспанды төндіріп, ақша таппасам мені өлтіретін еді. Оны ойламайсыңдар ма? Сені олар емес, мен өлтіремін. Аман тұрғаныңда шық осы үйден. Жиған тергенімізді алдына жайып келеміз. Ештеңенің қадірін білмейтін санасыз. Бағанадан бері диванда өңі төнеріп отырған әкесі орнынан тұрып, Болатбекке ұмтылды. Күткені осы болғандай Болатбек өз бөлмесіне қарай жүгіріп, әйелі Айымға, жинал, кетеміз. Неге бажырайып қарайсың? Тұр, кетеміз деймін. Бұл үйге мен өгеймін, сенің тіптен бөтен адамсың. Балана кел, киімдеріңді жинап кеттік. Айымның қолындағы ұлы мирасты жұлып алып, көздің қара суығына қарамай шелең далаға шығып кетті. Айым күйеуінің соңына жүгірді. Болат, баланы бер, ауыртасын киіндіремін. Бұл үйде бір минутта қалмаймыз. Балаларды киіндір балайын, мына салқынға қарамай, қуып жатқан үйде мен де қалмаймын. Дүниесі де үйде өздеріне. Туған баласы болсаң бітпес еді. Мери қайда жүр? Шақыршы бері, киінсін. Айым бұрқ-сарқ етіп жүріп, мирасты киіндіріп, сөмкесін жинай бастады. Қызы Мери келе қоймаған соң Айым жылқынып сыртқа беттеп бара жатыр еді. Есік ашылып, қайнағасы Бақытбек пен абысыны Салтанат кірді. Ашылу Айым олармен амандаспады да. Не болды? Тағы не айғай? Осы үйдің берекесі кіретін уақыты бар ма? Келін, қайда барасың? Алдында тұрған адамды да көрмейтіндей көздің қызарып кетіпті. Үйде айғай басталған бетте бірінші сынып оқушысы Мери жақын тұратын Бақытбек көкесінің үйіне жүгірген. Жиі боп тұратын ұрыстан бұл айғайдың өзгеше екенін сезген қыз, папам қазір әжемді ауыртады деп көкесін көмекке шақырған екен. Жұмыстан келіп кешкі тамақтарына енді отыра берген Бақытбек пен Салтанат астарын тастай сала әкесінің шаңырағына келіп тұрған беттері. Кетеміз, кетіңдер деп жатыр. Бұл үйден айғайына менің қатысым жоқ. Болатты қуып жатқан өздері. Сәл сабырға кел, қуып жатса себебі бар шығар. Болат дұрыс жолмен жүрсе, жайдан жай қуама. Бала өздерінікі дұрыс жолда жүрмесе, ол жолға мен түсірген жоқпын. Тәрбиесі дұрыс болмағанда. Келін, ақырындат. Ата-анамның бізге берген тәрбиесін талқылайтын сен емес. Өздерінікі деп кекетпей ақ қой. Осы күнге дейін Болатбекті бізден артық көрмесе, кем қылғандық кездерін көрмедік. Керісінше, әпкем екеуміз осы үйде бөтен бала сияқтымыз. Ата-анамыз соның көңіліне келмесін деп, бізде үнемі алдына шығып отырады. Бетінен қақпай еркелеткеннен кері кетті ол. Кері кетсем, бір жылы кетейін бұл үйден. Енді менің қарамды да көрмейсіңдер. Жүр Айым, неғып тұрсын, кеттік. Сырттан кірген Болатбек ешкімді тыңдайтын рай танытпады. Тек кішкентайынан ата-әжесінің бауырында өскен Мери ғана кетпеймін деп жылап, онсыз да әрең отырған Оразгүлдің жүрегін одан сайын тілімдеді. Айым, Болатбек, бір ашуларыңды беріңдер, қайда барасыңдар? Өздерің кетсеңдер де Мерейімді қалдырсаңдаршы. Баланың жүрегін ауыртпаңдар. Ауырмайды. Туған әке шешесі тұрғанда басқаны ойлап жүрегі немеге ауырсын. Сен қыз, жылдам кейін жүр. Бармаймын. Мерей бақырап, жылап, әжесінің артына тығылды. Ашу қысқан атасы бұл кезде сыртқа шығып кеткен еді. Апа, атам қайда? Мені жібермеңіздерші. Қызының бұл сөзін шыбын шаққан құрлы көрмеген Айым
Мерейді әжесінен суырып алып, киіндірді де шығып кетті. Оразгүл үнсіз егіліп қала берді. Қарт ананың көңілін туған ұлы мен келіні аулай алмады. Сырттан көрген Болатбайға, Балтабайға кет деп айтып нең бар еді. Қу темірді молаңа кететін бедің деп дүрсе қоя берді. Кемпір жетер енді. Сол ұлыңды Құдайдай төбемізге көтеріп келдік. Бақытбек дұрыс айтады, Болатбек деп туған балаларымызды шеттетіп жатқан жоқпыз ба осы? Сені ойладың ба осы? Бүгін машинаға үнсіз қалсақ, ертең мына үйді кепілдікке салады ол. Ойлансын. Ешқайда кетпейді, ертеңі қайта келеді. Құмар ойынын тыймай, бұл үйге кіргізбеймін. Енді олды. Шалау. Осы бала Алланың бізге берген аманаты емес пе? Шешесі құрсағында өлтірмек болғанда кеш қалып, амалсыз туылып, жетімдер үйіне өткізілгелі жатқанын айтқанымда, көңілің түссе осында әкел, өз баламдай бағамын. Тұтас ауыл отырып бір баланы жетімдер үйіне қалай тапсырамыз демеп пе едің? Сол кезде осындай жауапкершіліктен қашпайтыныңды айтқансың. Ертең Алланың алдында барғанда не дейміз? Өзіңдікі өзегіңе тепсең де кетпес. Бақытбек пен Балжанға қаттырақ қарағанымда сол, Болатбек өгейлігін сезбесін дегенім емес пе? Әне, сол тәрбиеңнің жемісін жегенді. Бетінен қақпағанның кері осылай болады. Бүгінге дейін ақшаны ақшалай, алтынды алтындай ұрлап, өз үйінде ұрының күйін кешіп, жүргенін мен білмейді деймісің. Оның бәрін жасырып жиған ақшаңды беріп, орнына қойып жүрсің. Жалғыз сен емес, мына ұлың мен ана қызың да маған айтпай талай тығырықтан шығарып жүр. Бәрін біліп, үндемей келдім. Бүгін шектен шықты. Не қылайын енді? Балам сондай болса, мен оның бас амандығын ойладым. Қайда кетті екен өздері? Құдағидың алдында да ұятқа қалдық. Мен адам танысам, жаңыл құдағи оларды бір күнге де кіргізбейді. Талай тулап, барған қызын кері қайтарғанын білесің. Саспа, бір күн тыныштықта тамағымызды ішіп демалайық. Таңертең екеуі балаларды құшақтап кеп тұрмаса, маған кел. Кешкі тамақтарын көңілсіз ішкен Балтабай мен Оразгүл төсектерін ерте сала бастады. Салтанат тамақтың орнын жинаған соң, Бақытбек екеуі үйлеріне кетті. Қарттар екі жаққа қарап, ұйықтаған кейіп танытқанмен, екеуінің де таңды көзілмей қарсы алатындары белгілі еді. Балтабай мен Оразгүл ол кезде ауылдан қалаға енді көшіп келген беттері еді. 30-дың ортасында, басқаша айтқанда, орда бұзардай күш-қуаттары бойында. Екі баласы бастауыш сыныптарда оқып, Балтабай мектепке тарих пәнінен мұғалім, ал Оразгүл ауруханаға акушер-гинеколог болып орналасады. Күнді жұмыста, кешкі отбасы толық құрамда бастары қосылып, мәресері болумен күндері өтіп жатқан. Күндердің күнінде ауруханаға ауылдастары Жұмағызының қызы түседі. Күндізгі ауысым кезекшілікте тапсырған соң түскендіктен, Оразгүл ол туралы ертеңінде біледі. Студент Жангүл аяғы ауыр болып қалған соң, жасанды түсік жасатқысы келеді. Дәрігерлер қабылдамай мерзімі асып кеткенін айтқан соң, ата-анасының ашуынан, ауылдастарының алдында ұяттан қорыққан қыз дәрі ішіп, баланы өлтіргісі келген екен. Онысынан өз өміріне қауіп төнген қыз ауруханадан бір-ақ шығыпты. Оразгүл Жангүлді танитындықтан бірден қасына барып, қал жағдайын білгісі келді. Жангүл Оразгүлді көріп, өз шешесінің алдында ақталып отырғандай егіліп шылай берді. Жангүл, мұның не? Қаншама адам осындай бақытқа қол жеткізе алмай күні-түні Алладан сұраумен жүргенін білемісің бе? Бала деген бақыт қой, құрсағында жатқанымен ол бәрін де сезеді. Біледі, өмір сүргісі келеді оның да. Соншалықты қатыгез қыз емес едің, өз жүрегіңнің жартысын қалай өлімге қиясың? Баладан құтылып кейін бақытты өмір сүремін десең, қателесесің. Өмір бойы өкініп кетесің. Ал егер бұдан кейін бала сүю мүмкіндігінен айрылсаң ше? Тәте, ол баланы мен қаламадым. Менің жігітім бар, тұрмысқа шығамын деп жүрмін. Ал мына бала, сонда жігітің баласынан бас тартып сені қалай алмақшы? Жоқ, бұл бала оныкі емес. Мен түнгі клубта жұмыс істеймін ғой, естіген шығарсыз. Ауылда жұмыс жоқ, ата-анамның ақша жіберіп тұруларына мүмкіндіктері жоқ. Керісінше, іні-сіңлілерім жұрт қатарлы киінсін деп, мен оларға салып тұрамын. Сол жұмыста бір жігіт күшпен, содан жүктімін. Егер жігітім білсе, мені тастап кетеді.
Ал мен оны сүйемін. Егер одан бас тартсам да, дәл қазір балаға дұрыс жағдай жасай алмаймын. Аз ақшасын әрең жеткізіп жүрген студент қайдан жақсы өмір сыйласын. Ал ата-анам, олар білсе мені өлтіреді. Әкемді білесіз, өзі келіп өлтіреді. Жангүл тұрмысы нашар отбасынан шыққан қыз еді. Әкесінің балаларының жағдайын жасауы былай тұрсын, әркімге бір жалданып тапқан арағынан артылмайтын. Сөйтіп отырып саясаттың жілігін шағып, майын алған адамдай ішіп алса, биліктегілерден бастаған ашуын әйелі Дәмештен, одан қалғанын балаларынан алып, жаны тынышталатын. Ондайда Дәмеш 3 баласын ертіп үй-үйді аралап, жанын сауғалайтын жер іздейтін. Әрі мұндай жағдай көбінесе ел жатқанда орын алатын. Ел шірт ұйқыда жатқанда балаларының мазасын алып, есіктерін тарсылдатып келіп, тығылып бар, артынан бүкіл ауылды жеті атасының сыбағасын айтып, қара түнді қарқ жарып, жұмағызының келіп, запыранын құсып, кетерін көршілер де ұнатпаса да, Дәмеш пен шеттей балаларды аяған соң, үйлеріне жасыратын. Жасырғанда да Дәмеш түпкі балалар ұйықтап жатқан бөлмедегі шифонер шкаптардың ішіне бүктеліп кірсе, қалғандар балалардың жанына жатқызылатын. Олай етпесе әр үйге баса көктеп кіретін. Жұмағызы әр бөлмені аралап, әйелі мен балаларының жоқ екенін көзін жеткізбей кетпейтін. Тек соңғы бөлмеде балалар ұйықтап жатқандықтан ғана қуыс-қуысын қарамай, көзбен шолып, кіжіне балағаттаған қалпа екінші үйге кететін. Аптаның 4-5 күнін осылай өткізетін бұл отбасында қалған 2-3 күнде де мамыражай тірлік орнаған емес. Ішкенінде ішіндегі 80 сайтаны ойнайтын. Жұмағызы сау күнінде темірдей тәртіпті сақшыға айналатын. Отбасының барлық мүшелерінің жүрген тұрғанын, ішкен жегенінен титтейде қателік керсе, бір сәттік тыныштықтарын түлен түткенде ететін. Бұрындары ішімдік атаулысынан 6 шақырымнан айналып жүретін жігіттің мұндай күйге қашан, не себепті түскен ауылдастары да Дәмеште түсіне алмай қойған. Күйеуімен алысып шаршаған Дәмештің ендігі ойы балаларының тоя тамақ жеуі және бүтін киім киюі болып қалған. Ал ол мәселеде ауыл болып көптеп көмектескенді. Осындай отбасынан шыққан Жангүл үнемі ата-анасының асырай алмаса, өмірге неліктен бала келді деп іштей сөгуші еді. Сыныптастарының алдында тозығы жеткен киіммен жүріп, бір намыстанса, әкесінің алқаштығын бетіне баспаса да, ішіп алып бүкіл ауылға берген тегін концертінен кейін сынып кабинетіне кіруге үйелердей ұялатын. Бұл сынақтан қашып жаңа өмір іздеген Жангүл оқуға түскен соң ауылға тек ақша салумен ғана шектелді. Ақша салған күндері шешесіне амандығын білдіріп, телефон соғып тұратыны болмаса, ауылға аңсары ауа қоймады. Оразгүл үйге келіп, Балтабайға жағдайды баяндап берді. Екеуі Жұмағызының балалардың жүрегіне өшпендік орнатқанын, ол білсе, қызды өлтірмесе де таяқтайтынын, одан Жангүлдің өзіне қол жұмсауы мүмкіндігін әңгіме етті. Оразгүл, сен сол ауруханадағы дәрігерлермен келіс. Қыздың ата-анасына хабар жібермесін. Басқа барар жері болмаса осында келсін. Көз алдымызда өскен балаларымызға әпке болады. Босанған соң бір жені болар. Оған дейін аналық махаббаты да ашылар. Жангүл, анау дейтіндей қатыгез емес. Әлі баласын қуана бауырына басатын болады. Оразгүл күйеуінің өз ойын айтқанына қуанды. Ертеңінде жұмысқа келе салып, Жангүлге барды. Бірақ райынан қайтатын Жангүл көрінбеді. Жангүл, әкем өлтіреді дейсің, сен де өз балаңды өлтіргелі отырсың. Ойлан, жақсылап ойлан. Жігітіңе тұрмысқа шығарсың, ал бұл құпияң жаныңды жегідей жеп. Күндердің күнінде жария болған шындықты жасырғаныңды бетіңе салық қылмай ма? Жалпы ол жігітке соншалықты сенімдімісің? Одан да бас жағдайды неге ашып айтпайсың? Сенімдімін, ол мені сүйеді. Бірақ біреудің баласын қабылдамайтынына анық. Ондай тұрмақ біреуден зорлық көрген қызды қабылдайтын қазақтың жігіттері бар ма? Айтыңызшы. Көз жасы тарамдала аққан Жангүл Оразгүлдің әр сөзіне қарсы дәлелін алға тартумен болды. Жангүл, не десең де баланы алдыратын мерзім өтіп кетті. Өз денсаулығыңды, өміріңді ойласаң, бұл баланы қайткенде де өмірге келесің. Одан арғысын тағы көре жатармыз.
Сен қайда тұрушы едің? Жатақханада. Өмірге әкелесін деу оңай, ал 9 ай бойы ішім өспей ме? Елге немді айтамын. Ауруханадан шыққан соң жатақханаға барып өтініш жазып, одан шығасында біздің үйде тұрасың. Балалар кішкентай, біз күні бойы жұмыстамыз. Сен солардың қараушысы боласың. Отбасың не үшін? Не ішіп жейді? Сен соны да ішіп жейсің. Ауылға салатын ақшаң еңбекақың есебінде осыған келіссек, жақыныммен де ата-анаңа хабар жібермеймін. Олай болмаса ауруханаға басшылығы туғандарыңа хабарлауға міндетті екенін біліп. Осыны ма әлі алғыс айтасың, көрді тұр. Іші дөңгелене бастағаннан күдіктенген жігіт біртіндеп Жангүлге суына бастайды. Оған аса қайғырған қыз болмады, себебі ол құрсағындағы сәби қозғалысқа түсіп, жүрегінің астында тағы бір жүректің соғысын сезіну бақты, жігітке деген сүйіспеншіліктен де жоғары сезім екенін мойындай бастаған еді. Сонымен қатар жастайынан тойып тамақ ішіп, жылы киінбегенінің салдары ма, жоқ баласын өлтірмек болғанда ағзасына келтірген зиянының нәтижесі ме, белгісіз, күні жақындаған сайын денсаулығы да сыр бере бастаған. Дәрігерлер жүректен ақау тауып, бастапқыда Оразгүл үйде тынықтырып, жағдайын бақыласа, кейіннен ауруханаға жиі жатқызумен болды. Тәте, менің күнім жақындаған секілді. Қан қысым тағы бір көтеріліп, ауруханада жатқан Жангүл есін жия сала жанында отырған Оразгүлге қарады. Оны қайдан білдің? Толғағың басталды ма? Жоқ, тәте, оны айтпаймын. Өмірім осы баламен тоқталатын тәрізді. Не дейсің, жаным-ау? Ондайды қайдан алдың? Әлі-ақ балаңды бауырыңа басасың. Немересін көруге ата-анаң келеді. Олармен қауышасың. Білмеймін, тәте. О баста баланы керек қылмағанымның жазасы осылай болама деп қорқамын. Ақмақ басым ана болу бақытынан, сүйікті болу бақытын артық көріппін. Сенген қойымның түрі анадай болды. Бірақ баланы алдырмаймын дегеннен ақ, ол жігіттен күдер өсіп, өзімді онсыз өмірге дайындап едім. Егер мен өліп кетсем, балам анасыз өмірге дайын емес қой. Сіз оған ана болыңызшы. Тегі кім екенін білмейтін баланы мойныңызға жүк қылғыңыз келмесе, түсінемін. Жетімдер үйіне өткізгенде, ол жақта жағдайы қандай екенін сыртынан болса да біліп тұрыңызшы. Анасының танысы едім десеңіз, сізді ешкім сөкпейді ғой. Кеше қан қысымым көтеріліп, жүрегім аузыма тығылғанда сөйлеуге мұршам келмей, өліп кетермін деп ойладым. Аман қалсам балам екеуміз сіздерге өмірлік қарыздармыз. Ал егер бәрі аяқ асты болып жатса, осы өтінішімді орындаңызшы, Оразгүл тәте. Ата-анамнан да қайыр жоқ. Соңғы рет сөйлескенімде анамның даусы да ұнамады. Әкеммен алысам деп жүргенінде, өзі де сол жолға түскен сияқты. Тілі шайналып сөздерін ұқпадым. Өзі де не айтқан түсінбеді шамасы. Бауырларымды аяймын. Баламды сәл өсіріп алып, оларға да қарайласамын деп ойлап едім. Қой, Жангүл, әлі осы күнді күліп, еске алатын боламыз. Ата-анаң дұрыс жолға түседі, аман босанасың. Балаң да өседі. Бауырларыңа қамқор боласың. Сен мықты қызсың. Бұйырған болса, ол күнге де жетермін. Қайда, жүрегім тыншымай тұр. Оразгүл ауруханаға төсегінде төбедегі нүктеге қадалып, көз жасы жастықта жуып жатқан қызды жұбатарға бас, қас сөз таппады. Енді сөйлесе, өзі де жылап жіберердей. Әрі қан қысымы енді дұрысталған қызды қинағысы да келмеді. Жангүл, көп уайымға салынбай демал. Сенің көңіл күйің балаңа беріледі. Мені басқа науқастар күтіп қалды. Қолым босағанда тағы келемін. Жангүлдің түйсігі алдамаған екен. Дәрігерлер алдын ала операциямен босандыруды жоспарлағанмен, ауылмен хабарласып, әкесі мастықпен шешесін ұрып, өлтіріп қойғанын, әкесін полиция ұстап әкетіп бара жатқанын айтып, бауыры хабарласқанда қан қысымы көтеріліп, жүрек талмасы ұстап қалды. Әпке, тез келші. Біз қорқамыз. Мамам енді жоқ, папам оны өлтірді. Сабақтан келген үйде, үй жақта адамдар толып жүр екен. Мен жеткенше полицияда келді, папамда кетуге. Екеуі бір кешкен ғой. Қуарақ түбімізге жетті біздің. Мен жүгіріп байланыс бекетіне келдім. Бұлардың мас күйін көргім келмейді. Оқу бітірген соң сендерді алып кетемін дегенің есімде. Енді олар жоқ, көрмейсің оларды. Бізді алып кетші. Әпке, тез жетші.
Алло, әпке, сен естіп тұрсың ба? Алло, әпке. Сабақтан ертеге үйде болған Балжан жүгіріп жедел жәрдем шақырды. Дәрігерлер екеуін бірдей аман қалдыруға барынша тырысып бақты. Ауылдағы жағдай желді есіп, Оразгүлдің де құлағына жеткен еді. Оған салса баланы емес, бауырларының қамы үшін Жангүлді тірі қалдырар ма еді? Сол сәттегі ойы сондай болған. Алайда Жасмыс өз дегенін жасап, Алланың әміріне мойын сынғаннан басқа ештеңе қалдырмады. Жарық дүниеге келмей жатып анасынан айырылған баланың шырылдаған даусы Оразгүлдің құлағынан кетпей қойды. Медбике қыздарға баланы қайта-қайта тапсырып, үйіне келді. Балтабай екеуі 2 күн барлық міндетті шараларды жасап, құжаттарын реттеп, шешесімен бірге Жангүлдің жаназасын шығарып, жерлеуге қатысты. Бір жағдайды бір-біріне алуан түрлі етіп құбылтып, жеткізіп бола берген ауыл тұрғы тағы да көйете түсті. Біреулері қыздың жүкті екенін біле тұра, шасырған Балтабай мен Оразгүлді кінәласа, біреулер қыздың абыройын ойлаған оларды жақтап шықты. Ақырында тағдыры сондай болған қызды талқылап болып, біреу үйлеріне әкеп баққызатындай, жетім қалған 3 баланы қайда орналастыру керектігін, тіпті кейбіреулері олардың да болашағын алақанында тұрғандай кесіп-пішіп тастады. Оразгүл Жангүлдің аяғы ауыр екенін, әке-шешесінен жасырғанына да бір сәт өзі де өкінді. Қыздарының жағдайын естіп, көңілдері жібіп, ішімдіктен бас тартып, дұрыс жолға түсулеріне болашақ немерелері себеп болар ма еді? Олай болса зар жылаған 2 бала шешеден өлі, әкеден тірі айырылып, интернатты паналамас па еді? Олай болса Жангүл тірі қалар ма еді? Бұл сұрақтарға енді ешкімде жауап таба алмайтынын түсінген Оразгүл ендігі жерде Жангүлдің аманатын орындауды ойлады. Бұл мәселеде Балтабай екеуінің ойы бір жерден шықты. Қалаға келе сала бірнеше күн ауруханадағы бас уақытын баламен өткізген Оразгүл оған бауыр басып қалған. Бірақ ойын отағасына қалай жеткізерін білмей, әңгімені әріден бастап көріп еді. Оразгүл, баланың осындай тағдырына өзіңді кінәлап жүргеніңді сеземін. Бірақ оған сенің ешқандай кінәң жоқ. Біздің тек панасыз қызға пана болып, құрсағындағы баланы өлтірбеуіне себепші болғымыз келген. Өңіміз тұрмақ түсімізге де кірмеген жағдай орын алды. Ауыл боп отырып, бір тентекті тия алмағаннан болған жағдай бұл. Елдігімізге басылған таңба бұл. Енді тым болмаса қолымызды болған Жангүлді, баласын қорған болайық. Алыстан орағытып айтпағың осы екенін біліп тұрмын. Қажет құжаттарыңды рәсімдеп, баланы асырап алайық. Бақытбек пен Балжаннан кемі көрмей, туғанымдай өсіруге уәде беремін. Өсе келе нағашы тәтесі мен ағасы іздеп жатса, шындықты айтармыз. Құжат рәсімдеумен өткен бірнеше айдан соң, кішкентай Болатбек Балтабайұлы шаңырақтарына шаттық орнатып, екеуінің ата-аналық бақыттарын еселей түскен еді. Түн ортасынан ауса да өткен өмірі, Болатбектің осы үйге алғаш рет келген кездері, балдырлаған тілі, тәй-тәй басып алғашқы жасаған қадамы, сүнделетіп мұсылман атанғаны, алғаш мектеп табалдырығын аттағаны, бәрі-бірі Оразгүлдің көз алдынан тізбектеліп жатты. Оразгүл балаларына жақсы тәрбие беруге тырысты. Дұрыс-бұрыс жолды нақты көрсетіп, қажет жерде тиіп та отырды. Бақытбегі мен Балжанынан ол жағынан мәселе тиындаған емес. Болатбегі де бала кезінде сүп-сүйкімді тәртіпті еді. Қай жерде қателік жібергенін білмейді, өзінің әрине. Бала тәрбиесінде қашан нені дұрыс жасамағанын ойлайды. Бәлкім оның бастауы әріден шығар. Бәлкім ана жүрегі қашанда өз баласынан кемшілікті көре алмаған болар. Неде болса Болатбектің құмар ойынға берілгенін, ішімдікпен нашаға әуестенгенін, оның студент кезінде бірақ білді емес пе? Балтабай баласының ол жүрісіне әйелін кінәлады. Үнеме араша түсіп, қорғаштап жүргенінің жемісі деді. Бүгінде солай демеді ме? Отағасы дұрыс айтады. Бәріне мен кінәлімін, аманаттап алған баланы бар мейіріммен қабылдадым. Артық жексем, Алла алдында күнәһар болардай сезіндім. Ең алғаш ұрлық жасап, бар алтынымды ақшаға салып жібергенде де, жинап жүрген зейнетақымды беріп, қайтардым. Әкесі көрмесін дедім, әділеттілікті сүйетін Балтабайдың
ашуына тимесін дедім ғой. Шынымен, сол кезде бір таяқ тигенінде бұндай болмас беді. Өгеймін, жетіммін деген сөздерді естімейін деп, қанша тырыссам да, ақыры өзі де келінде айтардай айтып кетті. Тіпті мерейімде шырқыратып алып кетті. Құлыншағым, ата-әжемнің ортасында жатамын деп, түнде қашып келетін едім. Әке-шешең ұрыс шығармай тыныш ұйықтауларына мүмкіндік берді ме екен? Әжесінің құлыны, Оразгүл, өз-өзіңді жібермей ұйықта. Қалай ұйықтайын, құлындарымды ойлап. Ертең-ақ келеді олар. Тұрақты табысы жоқ, екі баланы қалай асырайды? Екеумізге емешегі езілмесе де, күндерін көре алмай келеді. Бірақ айтқан келін мен немерелерді кіргіземін. Ал ұлың картасын тастамай, бұл үйді маңайламасын. Алдымен келсінші. Болатбек пен Айым көздің қара суығында екі баланы бүрсеңдетіп, жайылып қаланың екінші шетінде Айымның шешесінің үйіне келді. Жұмыстан енді келген жаңыл апақ-сапақта келген төртеуіне қарап, мәселенің шет жағасын түсіне қойды. Мама, біз осында тұра тұрайық, сендей қумайтын шығарсың. Ана кәрі қақпастар үйлерінен ауа райына қарамай қуып шықты. Оларға өгей болсақ та сенің туған қызыңмын ғой. Айым, өгейсің деп қумаған шығар. Мама, кедергі болсақ қазір-ақ кетеміз. Қызым, шорт кесіп менікі дұрыс дейтін әдетіңді қашан қойды екенсің. Балалар тоны қалыпты кіріңдер, ыстық тамақтан ішіп жылынсын. Асықпай не болғанын айт. Одан арғысын көре жатармыз. Қызының мінезі өзіне мәлім болғандықтан жаңыл бұған дейін қызын талай рет кері қайтарған еді. Тіпті өзі жетектеп әкеп тастаған кездері де болған. Ал бүгінгі жанжалдың сыры басқаша екенін жобалаған соң, осы жолы жуаси салды. Тамақтанып болғаннан кейін Болатбек әдеттегідей қазір келем деп кетті. Балаларды ұйықтатқан соң Айым шешесіне, ата-енесінен көрген шәбірін әңгімелеуге кірісті. Қызым, айғай шықса жаулығың желбіреп, қашып шығуға дайын тұрмай. Оның себебі неге ойланбайсың? Ата-енең ұрысса неше жыл адал еңбектермен тапқан машинасын карта ойынына салып жібергеніне ұрсып отыр. Қайта күйеуіңді ақылға шақырмайсың ба? Не өзің, не күйеуің жұмыс істеп, табыс тауып жатқан жоқсыңдар. Олардың ақшалары бөтен емес пе? Тамағын жеп, үйін паналап отырып, сәл ұрыс шықса өгейміз деп тарда жөнелуді қашан қоясыңдар? Күйеуіме не деймін? Көріп тұрсың ғой, қайта кетті жын ойнағына. Жаңа таксиге ақша жоқ деп, осында жаяу келдім. Ақшасыз шығып бара жатқанымызды көрді. Біреуі жолдарыңа деп бермеді. Ал бұл картаға ақша табады қазір. Оған енді атаман кінәлі емес шығар. Машинасын салып жібересіңдер. Онымен қоймай ұрыс шығарасыңдар. Мен болсам өзім-ақ үйімнен қуып шығар едім, екеуіңді де. Ол кісілер құдай біледі, қалыңдар деп жалынған шығар. Мерей әжесінің артына тығылып қаламын дейді. Жұлып алдым да киіндіріп алып кеттім. Тағы қайнаған келе қалыпты, сұр жылан қатыны бар жанында. Маған өздерінше ақыл айтпақшы, ақылдары өздеріне. Тасып бара жатса, Болатбекке айтсын. Ұлдарына дұрыс тәрбие бере алмаса, мен кінәлі емеспін. Ал ол ойланып, жұмыс жасамаса, табыс таппаса, екі баламен мен жұмысқа шықпайтын шығармын. Ұлдарын осындай қылды екен, бақсын екеуі, бәрімізді де. Ол үйге жұмыс істеп, табыс әкелемін деп келін болған жоқпын. Қызым, тілін қалай сумаңдайды сенің. Мен де саған дұрыс тәрбие бермеген екенмін. Ол үйге қалай келін боп барғаныңды есіңе түсірейін бе? Ұмытайын деген екенсің. Кәмелетке толмай, аяғың ауыр болып, шетелеп апарып, өзім келін қылмақ бедім сені сол үйге. Әйтпесе байсымағың сені керекте қылған жоқ. Сен айтып отырған сол екі қақпастың арқасында абыройымыз төгілмеген еді. Қазір осы екі бала саған тұсау болып отыр. Әлде сол Болатбегіңнің ар жақ бер жағында күйде емес педің? Осы қатарынан қалмасын, әкесіз өстім, жетімдіктің зардабын тарттым демесін деп, екі жұмыс жасап күні-түні үй көрмей жүргенімде, сен сол семіздікті көтере алмадың. Тығылып жүріп, арақты да нашаны да таттың. Мені алдамақпысың? Әлде атаның кім екеніңді, қандай болғаныңды білмейді дейсің бе? Ол үйдің босағасын аттамай тұрып, талай рет Болатбекпен барып,
Ол айғай шығарғанда жанында сен болмап едің. Қызым, 2 қабат ұлдарың алмаса, сотқа беремін деп барғанымда Құдағи сені бірден таныған. Сенің жарытып келін болмасыңды түсінгенде болар. Бірақ ұлдарының істегенін мойнымен көтерді. Олан асыр той жасады, туыстары да тіпті. Бақытбектің тойынан асып түсті деп жатты. Сондықтан өгей деп басынғандарыңды қойыңдар. Таң атсын, Болатбек келсін. Балаларыңды алды ата енеңе барып кешірім сұра. Бұл үйде сенен қызғанбаймын, түбі өзіңе қалады. Сенен басқа ешкімім де жоқ. Көзімнің тірісінде қамбардың қызы барған жеріне симай, 2 баламен қайтып келіпті деген сөзді естіртпе маған. Айтпады деме. Олай етпейді деген екенсің, саған үй жоқ. Басқа біреудің атына жазып, түксіз қалдырамын. Мама, болды әңгіме бітті, Болатбек келсін, таңертең кетіңдер. Қонақ боп келіңдер, 1-2 күн жатыңдар. Бірақ бір жола келулерің үшін ата енеңнің ақ батасымен рұқсатын алып кел. Басқаша болмайды. Жаңыл орнынан тұрып бөлмесіне кіріп кетті. Айым шешесіне де, ата енесіне де, күйеуіне де ызалы күйде ұзақ отырды. Хабарласып еді. Болатбек телефонын өшіріп тастады. Шешесі айтқанын істейді, оны біледі. Ата енесін мүлде жек көреді. Қалай жек көрмесін? Айымды алғашқы күннен дұрыс қабылдамады олар. Алғаш Болатбекпен еріп, үйіне барғаны еміс есінде. Ол кезде айым колледж студенті еді. 9 сыныпты бітіріп, экономика мамандығы оқуға түсті. Мектеп мұғалімдер оқушы деген аты кедергі болып жүрген қыз, студент атанғалы өзіне азаттық жариялап, шешесі түнде жұмысқа кеткен клубтан табылатын. Сол клубта Болатбекпен танысқан, картадан қолы жүріп қомақты ақша ұтқан Болатбек бар үстелінде ұтысын жуып отыр екен. Жанына жайғасқан жас қыздарға жомарттық танытып, ішімдік алып берді. Тегін сусынды сіміріп алған қыздар бүгінгі отырыстарының демеушісіне ризашылықтарын білдіріп, таныса кетті. Картадан ұтысты болғанын естігенде, қолындағы ақшаны қайта салып, еселеп алуға кеңес берді. Әркімнің алған қарысы қинағандықтан, өзіне тоқтау салып тұрған жігіт, ішімдіктің буымен қыздардың кеңесіне құлақ асты. Қызық қуған қыздарда қолдау көрсету үшін жанына жайғасты. Үнемі үтіс қайдан болсын? Болатбек бар ақшасынан айырылды. Қарызға ойнатпаған соң клубтан шығып, қыздармен әрі қарай таныстықтарын жалғастыру үшін ақша іздеген ол үйіне келген. Мастықпен жастықпен соңынан еріп жүрген қыздар үйде айғай шыққан кезде естерін жиып алған еді. Бермесеңдер, бермеңдер, бәрібір табам. Жоқ ақша. Біз саған ақша жасайтын станок бедік. Күні бойы шешең екеуміз ақша басып шығарып жатырмыз ба? Түн батқанша оларды кептіріп, қаңғыбас ұлым қашан кеп сұрар екен деп сақтап отырмын ғой. Кет әрі, жат бар бөлмеңе. Кетемін, тек маған ақша керек. Мама, ертең қайтарам. Балам көршілерде ниет, жата ғой енді. Жарайды, жатам, қазір келіндеріңізді шығарып салайын, жата бер. Жылт ете қалған жұмысқа ой анасының тезірек ұйықтағанын қалады. Кеттік, жүр. Болатбек қазір кетпесе, әкесі келіп, қайта кіргізіп алардай асығыс айымды сүйрелей жөнелді. Ішімдіктің әсерінен буыны босап тұрған айым, былықсылық етіп, жігіттің дегеніне көне берді. Сыртқа шыққан соң такси ұстаған жігіт бірден дүкенге тартты. Бара қолындағы алтындарды ішімдікпен тіске басарға ауыстырды. Артылған ақшаны да алды. Болатбек алтынды қайдан алдың? Сен өз үйіңнен? Жоқ, мамам өзі берді. Сен оған қазір келемін деп жатқансың. Өзі берді деймін. Әкем естімесін деп солай деді. Ал егер ұрлап шықсам да, сендердің нелерің кетті? Өздегендерің тегін арақ пен тамақ емес пе? Ендеше кеттік. Бізде арақта, тамақта, ақшада бар. Көңіл көтереміз. Жоқ, біз үйге қайтайық. Жігіттің өзіне өктем сөйлегенін ұнатпай қалған айымның құрбысы Толқын онымен бірге қалудан бас тарта бастады. Қайда қайтасыңдар қыздар? Алдымызда түн. Таң атқанша қанша уақыт? Бәлсінбей жүріңдер. Қазір мен қарызымды беріп шығайын. Сосын бір кісіге хабарласамын. Пәтеріне барамыз. Жоқ, айым сен қалсаң өзің біл. Мен кеттім. Толқын бұларды жеткізген таксиге отыра берді. Ой қыздар, жарайды, қылмасаңдар өздерің біліңдер. Тым болмаса жеткізіп салайын. Таксиге бірге отырған Болатбек алдымен қарызын қайтарды да
толқынды үйінің жанынан қалдырды. Ал айдай сұлу айымым, мекен жайыңызды айтыңыз. Сізді де үйіңізге дейін жеткізіп салайын. Қыз мекен жайын айтты. Сіздей сұлумен жақынырақ танысқым келіп еді. Бүгін сәті түспейтін сияқты. Тым болмаса телефоныңызды қалдырыңыз. Қалдырайын. Айым ашық мінезін салып, нөмірін айта қойды. Ертеңінде жігіт қызға хабарласып, айымды үйден алып шықты. Болатбек, клубқа барамыз дедің бе? Қайда келе жатырмыз өз? Қазір кешегі дүкенге барып, алтындарды алып шығайын. Шешем ақша беріп, алтындарды алып кел деді. Шын айтып тұрсың ба? Қандай, қайдай? Шеше баласына қарта ойына өз алтынын беріп, әрі оны ақша беріп қайтарады. Ой, ол ұзақ әңгіме. Шешем болғанда ол, жарайды қойшы. Қысқасы менің алдымда қарыздар ол. Айтқанымды істейді. Істемесе не болатынын біледі. Болатбек өзін асырап жеткізген анасы туралы емес, ата жауы туралы айтып отырғандай даусы ызалы шықты. Оған басын ауыртқан айым жоқ. Алдағы қыдырыстарына ақшасы бар жоғын сұрады. Талай жігіт кафеге, мейрамханаға апарып, соңынан шығынын өзі жапқан кездері болған. Сондықтан айымда ол мәселеде екі шоқып бір қарайды. Қорықпа, табамыз. Дүкенге кіріп шыққан Болатбек алтынның бәрін алмай, ақшаның бір бөлігін алып қалды. Қыздың алдында ақшасыз қалып, абыройын төккісі келмеді. Екеуінің қыдырыстары сол құмар ойыннан басталып, одан әрі түнгі клубта жалғасын тапты. Үйіне қайтарда Болатбек алтынды толық алмағанын, онсыз үйде тыныштық болмайтынын түсініп, айымнан тығылып, Балжан әпкесіне телефон шалды. Алло, әпке, түнде мазалағаныма кешіріңіз. Маған көмегіңіз керек болып тұр. Алло, тағы не болды? Әпкетай, маған қарызға. Болатбек, тағы бастадың ба? Өткенде соңғы рет деп демеп бедім. Әпке, түсінбейсің. Артығымен қайтарамын, бүгін сәтті күн болғалы тұр. Оны қайдан білдің? Ақша жоқ, мазамдалма. Солай ма? Онда үйден алайын ба? Бақытбек, сұраса бересің ғой. Бермей-ақ қой. Үйге барып әке шешемнен алам. Қалай алатынымды білесің, шешемнің жүрегі ауырса, кіда сенен. Болатбек, мені қорқытпақсың ба? Басқаша қалай енді? Қарызға деп тұрмын, қайтарамын. Қашан? Тірі болсам қайтарамын, қайтарып жүрмін ғой. Қазір келемін, әпке? Әпкетай, шын айтам. Бүгін сәтті күн. 3-4 сағатта әкеп беремін. Ол кезде ұйықтап жатасың ғой. Таңертең әкеп беремін, әпкетай. Ақшаны алып алған соң, әпкесіне айтқан өтірігіне өзі сеніп қалды ма, айымды апарып тастап, жетектегі бұзаудай карта ойнайтын жерге қайта келді. Сәтті күн болмады. Бар ақшасын ұтқызып алған Болатбек шешесінің жарты алтынын ұстап үйге қайтты. Оны да салып жіберсе, бүгін тыныштық болмайтынын түсінді. Есікті анашы ашты. Келдің бе, әкелдің бе? Деп сұрады ол, әкесі естіп қалмасын деген оймен сыбырлай сөйлеп. Келдім, әкелдім, бірақ. Не бірақ? Мені, міне, қалғанын ертең. Ертең немен аласың? Жеткілікті ақша бердім емес пе? Жинап жүрген ақшадан әкеңе көрсетпей бергенімді білдің. Ертең не ақшаңмен аласың? Аламын, табамын. Бүгінге дейін тапқан ақшаң қайда? Табасың, иә. Ол алтындарды. Алтын ғой керегі. Менде шаруаларың жоқ. Аман келдің бе деп сұрамайсыңдар. Иә, сені түнде мен ғой жұмсаған. Менің шаруамды бітіріп, жүрсің ғой түнделетіп. Мама, жарайды жат, әкең оянып кетпесін. Ертең сөйлесеміз. Ояна берсін. Мені олай қорқытпай-ақ қой, қорқып болғанмын. Болатбектің даусы қаттырақ шықты. Жатын бөлмеден әкесі мен ояумын дегенді білдіріп, жөткірінді. Әкенің бұлай жөткіріну тиіммен бірдей естіліп, одан кейін тынышталу керек еді. Әдетте солай болу керек әрине. Тек ол әдіс Болатбекке әсер етпейді. Керісінше, жөткірінуді өзіне қарсы жұдырықтай қабылдаған ол, құтырынып шыға келді. Қорықпаймын. Мені олай қорқыта алмайсыздар. Алдым алтынды. Ақшаға өткіздім. Берген ақшаларыңмен жартысын қайтардым. Қалғанын ертең әкеп беремін. Әкелмесем, не істейсіңдер? Алтын артық па, балаларың артық па? Бақытбекке үйде, машинада бересіңдер. Әлде мен өгеймедім. Оған бәрі бар, маған төкте жоқ. Балам, Бақытбек,
Үйдің үлкені сондықтан бөлек шықты. Ал саған осы үй қалмай ма, не деп тұрсың? Ұлының мас екенін көріп тұрған шешесі тыныштандырмақ болып жетектеп жатқызбақ болды. Жоқ, олай өтірік айтпай ақ қойыңдар. Мен бөтемін, өгеймін. Менің шешемді үйлеріне әкеліп жұмысқа салғансыңдар. Содан ол мені тумай жатып өліп қалған. Сендер өлтіргенсіңдер. Біреудің өмірінде нелерің бар? Жоқ, сендерге араласу керек. Араластыңдар, арты не болды? Өлтіріп қойған соң амал жоқ, мені бағып отырсыңдар. Қажеті жоқ. Сендердей баладан гөрі алтынды артық қылған әке шешенің маған қажеті жоқ. Ұлының алғашқы айғайынан соң орнынан тұрып келе жатқан Балтабай мына сөздерді естіп төбесінен біреу мұздай су құйып жібергендей мелшиді де қалды. Аузына келгенін айтып, ата-анасының жүрегін жаралаған Болатбек есікті тарс жауып шығып кете барды. Туғанындай көріп өсіріп жеткізген ұлынан мұндай сөзді күтпеген еді. Болатбек сол кеткеннен молынан кетеді. Әркімнің үйінде бір түнеп, ата-ана үйіне оралуды ойламайды да. Арасында Айыммен кездесіп, оның шешесі түнгі жұмыста болғанда соның үйіне де қонып қалып жүреді. Құлағы тыныш, тергейтін ақыл айтатын ешкім жоқ. Өмірдің рахат кезеңін өткізіп жатады. Айымның анасы жұмыстан айтпай ерте келіп қалып, екеуінің бір төсекте жатқан жерлерінен түспегенде, бұл кезең ұзаққа созылар ма еді, кім білсін. Айым Жаңылдың жалғыз қызы. Күйеуі ертерек қайтыс болған Жаңыл жастайынан жесір қалса да, нәпсісін тыйып, жалғыз қызының қамын ойлап, еркек кіндіктен бойын аулақ ұстаған. Айымды қатарынан қалдырмаймын деп, бірнеше жұмысты бірге атқарып, үй көрмей табыс табу жолында жүретін. Бар ойы қамбардың жесірі, қызын жарытып киіндіре алмай, жеткізе алмай отыр. Жалғыз өзі қайдан жеткізсін? Мұндайда арқа сүйер азамат керек деген қаңқу сөздерді өзі де естімеу, қызына да естіртпеу еді. Бір сөзден қашқанымен есесіне Айымы айналайынды көтер алмай, қызы жастайынан қағынған, еркелетемін деп, өз қызын бұзған. Тіркестері соңғы кезде Жаңылдың соңынан көлеңкедей қалмайтын болды. Қызын аман есен құтты орнына қондырмай, тыныш таппасын Жаңыл жақсы түсінген. Оның ішімдік ішетінін, шылым шегетінін, нашаны да татып көргенін жақсы білетін. Қанша ақылын айтып, керек жерде таяқтап да алатын. Болдым, қойдым мен талай рет кешірім сұрағанмен, қайта әуеніне басатынын да іші сезетін. Қажетін тауып беремін деп жүріп, тәрбиесін ақсатып алғанына өкінетін. Алайда тура осылай 16-ға толмай, үйге жігіт әкеліп қондырады деп ойламаған екен. Айым, бұның не? Мынау кім? Шешесінің даусынан Айымның шырт ұйқысы бұзылды. Мама, мама, мынауың кім деймін? Не сұмдық бұл? Сен жасыңнан нешеде екенін білемісің? Бесіктен белің шықпай жатып, жігіт неңді алған? Тәте, сәлеметсіз бе? Сәлемін құрысың өзіңде, құры оңбаған. Шық жоғалт көзіңді. Күткені сол Болатбек шала киінген күйе сып берді. Айым, мұның не масқара? Сенде ұят намыс деген бар ма? Кім мұның? Мама, қойшы. Нені қояйын? Мұнымен қашаннан бері танысың, қашаннан бері байланыстасың. Мама, басым ауырып тұр, одан сайын ауыртпашы. Солай ма? Басың ауырады екен бұның. Тұрғаны тұр, кет, шық осы үйден. Басыңды ауыртпайтын жерге кет. Күніңді қалай көрер екенсің? Кетемін ал, кетемін. Бірдеңе болса айғайлайсың, сенсіз де күнімді көрем. Әкем тірі болғанда. Әкең тірі болғанда әлгі сүмелегіңнің мойнын бұрар еді. Мұндай ұятсыздыққа жол бермес еді. Әкем дейді. Әкеңді шын ойласаң неге атына кір келтіресің? Қамбардың аты жақсы нәрсемен байланысты аталмағаны қашан? Әкеңнің әруағын қорлап, мені тіріде жерге көмбекпісің. Саған қашан ақыл көреді? Неге тыныш жүрмейсің? Не жетпейді? Жаңыл сөзінің аяғын жұтып, жылап жіберді. Әр айғайдың арты осылай аяқталатын білетін Айым тұрып шай қойды. Қазір шай ішіп отырып анасы дәріс оқиды. Мәселені ұшықтырмас үшін оны үнсіз тыңдау керек. Соңынан кешірім сұрасаң жетіп жатыр. Келесіге дейін тыныш өмір сүре беруге болады. Тыныштық орнады да, тек ұзаққа бармады. Болатбекпен кездесуін тоқтатпаған қыз шүкті екенін біле сала, баладан құтылудың жолдарын қарастырады. Қызының емханаға барғыштап кеткенін байқаған Жаңыл, оны сұрақтың астына алып, ештеңе өндіре алмаған соң емханаға барып,
Дәрігерлердің 2 аяғын бір етікке тығады. Үйге келе сала: «Айым, баланың әкесі кім? Жасырмай жүкті екеніңді білемін. Ол баналыны алдыртамын деп ойламақта. Кімнің баласы жаныңның барындайды. Мама, сен емханаға барып сұрадың ба? Мені ұятқа қалдыруды қашан қоясың? Ұят туралы сен сөз қозғаймай-ақ қойсаң кетті. Баланың әкесі кім? Соны айт. Не істейсің оны? Үйге кіргізіп алмақшысың ба?» «Кіргізіп алмаймын. Сені сонда апарып беремін. Баланы өз әулетіне барып туасың. Жігіт болса, мойнымен көтереді. Болмаса сотқа беремін. Қызым некесіз бала таппайды. Ол баланы табайын деп отырған менде жоқ». Ұзаққа созылу ықтимал айғайды айымның іші ауыра қалып басып тастады. Жаңыл қызы ақымақтық жасамасын деп, оны шынымен аңдуға көшті. Көрші қызға үйге бөтен адам келсе айтуды сұраған. Кешкілік жұмысқа шыққаны сол еді. Көрші қыз хабарласты. Жұмыстасымен келісіп, жарты жолдан кері қайтты. Уәделі уақытта жігіт кеп тұр екен. Сол жігіт: «Иә, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жағдайыңыз жақсы ма?» Төбеден түскендей сап ете қалған әйелді көріп, жігіттің аузына сөз түспеді. «Жағдайыңның жақсы болғаны да, қызымды жүкті қылып, жалғанды жылпағынан басып жүрсің. Баланы алдыртып тастап, одан әрі тайраңдамақшысың ба? Солай ма?» «Тәте, тәтелемей қоя тұр. Әлі мама дейтін боласың. Бала сенікі». Абдырап тұрған жігіттен жауапты ұзақ күтерін байқап, қызына қарады. «Осы ма баланың әкесі?» «Иә». «Жүріңдер онда. Сен кейін. Қайда мама?» «Қайда? Қайда байға?» Жаңыл қызын киіндіріп, екеуін алдына салып алды да, жігіт айтқан мекенжайға таксимен тартты. Болашақ күйеу баласын ұнатпаса да құда-құдағиы Жаңылдың көңілінен шықты. Көргенді иманды кісілер екенін бірден байқады. Олдарының ісіне өздері жауаптыдай, Жаңылдың асты үстіне түсті. Жалғыз басты әйел деп қарамады. Құдайдай сыйлады. Айымды көргенде бірден таныған. Оразгүлде ұлының таңдауын жақтыра қоймады. Тіпті есіктен кіре айғайға басқан әйелді қызымен қоса қуып шығуды ойлады. Бірақ сөзін соңына дейін тыңдап алған соң құдағиын қабылдады. Қабылдап қана қоймай, бала тәрбиесінде екі тараптың жіберген кемшіліктерін, орнын болашақта бірге толтыруға тырысатындарын да ұқты. Тырысып-ақ келеді. Тек оны түсінер ұл мен келін көрінбейді. Әй қайдам, бұларға түсіндіру қиын шығар. Түсінер адам жастықтағы думанын қойып, бірі отағасы, бірі отанасы екендерін сезінер еді. Түсінетін адам өзінің құрметіне жасалған ұлан асыр тойдың шырқын бұзбас еді. Балтабай мен Оразгүл кенже ұлдарының тойына барын салып дайындалды. Алыс жақын туыстары түгел шақырылып, 30 күн ойын, 40 күн тойын, қылмаса да ел аузында 30 күн жүретіндей етіп өткізуге тырысты. Той 30 күн ел аузында жүрді де. Алайда жақсы жағынан емес, адам өмірінде үйлену тойы бір-ақ рет болады деген Болатбек ішімдікті есінен ауысқанша сілтеді. Тойдың соңын ала бере тойып алған күйеу жігіт бар өнерімен ортаға шықты. Асабаның қолындағы микрофонға жармасып, әдемі кешті әдемі тоспен аяқтағысы келетінін айтты. Құрметті халайық, қазақтар, ағайындар, тойға келдіңдер ғой сендер? Е, тойға келдіңдер. Кімнің тойына келдіңдер? Балтабайдың ұлының тойына келдіңдер. Солай ма? Аталарының басы кім екенін білмейтін тексіз жетімнің тойында отырсыңдар ғой. Балтабай мен Оразгүл қандай жақсы адамдар. Баланы жеткізді, оқытты, той жасап жатыр. Болатбек, сен оған қарыздарсың. Оттапсыңдар. Я, олар мені жеткізді, оқытты. Өйткені міндетті. Өйткені олар маған қарыздар. Егер олар анамның өміріне араласпағанда, Болатбектің микрофонды алғанынан ақ күдіктенген Бақытбек жанына келіп, әнісін сыртқа шығаруға тырысты. Тұра тұр, Бақытбек, мен айтып болған жоқпын. Ұстама, тарт қолыңды. Өй, тарт деймін. Әй асаба, әкел микрофонды, әкеңнің. Әнісін сыртқа сүйреп шығарған Бақытбек оны тыныштандырмақ болып еді. Ол жағасына жармасты. Бақытбек көнбеген әнісін жұдырықпен бір қойды. Балтабай ел алдында ұятты болып, отырған орнынан отырып қалып, балаларының соңынан Оразгүл шыққан. Ұлдарының бір-бірімен жұлқыласып жатқанын көріп, шегіле жетті.
Бақытбек, Болатбек, бұларың не? Қойыңдар. Бауыр емессіңдер ме? Қайдағы бауыр? Ол маған ешкімде емес. Сендер жасырған мен шындықты білемін. Мені асырап алғансыңдар. Сендерге ешкім емеспін. Анамның өліміне кінәлісіңдер. Болатбек, не еттіп тұрсың? Я сені асырап алған, бірақ өз басынан кем қыл, балаларынан кем көрген жоқ. Анаңның өліміне менің әке-шешемнің еш қатысы жоқ. Оттап тұрған сен, шек көремін сендерді. Кетіңдер, жоламаңдар. Айым, жүр кеттік. Қайда барамыз? Білмеймін, кеттік. Тойдың шырқын бұзған Болатбек әйелін ертіп кетіп қалды. Түнгі клубқа қалыңдық пен күйеу жігіт кейпінде келген екеуіне ел назары ауған. Бірнеше сапа аяқ сыра ішіп, клуб жабылатын болған соң екеуі Айымның үйіне келді. Жол бойы әке-шешесінің қандай жексұрын адамдары екенін, бұның ғана емес шешесінің де өмірін құртқандарын айтып, оларды қаншалықты жек көретінін айтып келді. Үйге кіріп төрдегі диванға жетпей, құлаған жерінде ұйқыға кетті. Жаңыл құда-құдағиына басу айтып, той қонақтарын шығарып салысып, Оразгүлмен ұзақ әңгімелесіп, таң ата үйіне келіп ұйықтап жатқан қызымен күйеу баласын көрді. Болатбектің есін жиғанын күтіп тұрған соң аналық ақылын айтты. Балам, білемін, ата-анаңа ашулысың, бірақ сол кісілердің арқасында жарық дүниеге келдің, оны білесің. Бірақ мойындағың келмейді, мына заманда танысы тұрмақ, туғанының баласына ешкім олай қарамайды. Күнделікті өмірдің түрлі жағдайлар болады. Ата-ананың қажетті жерде балаға ақыл айтуы, ұрысуы орынды. Ол үшін ренжіп, кешегідей сөйлеуің артық. Сен ұлыңдай қабылдап, өмірін арнаған адамдарды ренжіттің. Егер тектейде болса, ұятың бар жігіт болсаң, қазір жуынып, шайынып алды. Әйеліңді ертіп үйіңе бар. Ата-ана туғандарыңнан кешірім сұра. Жетіммін деудің ақылсыздығың. Жетімдіктің қандай болатынын Айымнан сұра. Сыныптастарының достарының әкелері туралы айтып, әкем әперді, әкем апарды дегендерін естіп, қанша рет жылап келгенін сұра. Ажал әкеткен әкесінің орнын толтыруға қанша тырысқанымен, қанша күн әкесін сағынып, қанша түн әке бейнесін түсіндіре көргенін сұра. Содан кейін жетімдік көрген көрмегеніңді ойланарсың. Осындай алтын ата-анаң сыйлаған Аллаға рахмет де. Қызың бергені кеше ғана, маған ақыл айтатын бұл кім деп дейтін боларсың. Қалай болса да осы үйге келіп отырсың ба, тыңдайсың. Сіз не? Қалай болғанын білмейсіз ғой. Сен қайдан білесің? Туғалы ата-анаңның тарапынан жамандық көрдің бе? Мен көрмедім, анам көрді. Көрген адамдар айтты. Әне, ештеңенің байыбына бармай, елдің сөзіне ересің. Өсірудің орнына өшіргісі келетін адамның сөзін айтып отырғаның. Естігенге емес, басыңнан өткенге сенетін жасқа жеттің. Ата-анаң сен айтқандай жаман адамдар болса, осы уақытқа дейін сенің қылтың-сылтыныңды көтерер ме еді? Басқа адамдар болса әлдеқашан ат құйрығын үзер еді. Сондықтан ойлан, не барып кешірімдерін ал, не мүлде бөлек кетіп, өз күніңді өзің көр. Ондай шешім қабылдасаң, менен де көмек күтпеңдер. Қанша уақытқа шыдар екенсіңдер? Ал тамақтарыңды ішіп, алдағы өмірлеріңді ойласыңдар. Осыдан кейін ас үнсіз ішіліп, Жаңыл шығып кетті. Жас жұбайлар Болатбектің үйіне оралды. Кешірім сұралмады. Бірнеше күн тіл қатпай жүргеннен соң қарым-қатынастары бәз-баяғы қалыпқа келді. Балтабай мен Оразгүл өзгенікі болса да, асырап жеткізген балаларын өзектен теп алмады. Болатбек өздігінен өмір сүретіндей жауапкершілікті арқылай алмайды. Айым менің еш қатысым жоқ деген көзқарасты ұстанды. Бұл аралықта өмірге тұңғыштары мерей келді. Ата-енесі немере қыздарын төбелеріне көтерді. Оразгүл көптен бері ойында жүрген міндетін атқарды. Жаңгүлдің інісі мен сіңлісінің қайда екенін бұған дейін сұрастырып анықтап алған еді. Болатбекке шындықты ашып, нағашы ағасы мен тәдесі барын, танысы барласқысы келсе қарсы болмайтынын, тіпті мерейдің бесік тойына құрметті қонақ етіп шақыруға дайын екенін айтты. Ойынан басқа ештеңеге құлқы жоқ Болатбек туыстарымен танысуға ниет білдірмеді. Жарайды, көрерміз, деп телефон нөмірін алды да қойды. Үйлендім, балалы болдым деген Болатбек жоқ. Күнделікті қыдырысы, кеш батса жиналып ойнайтын ойыны, түн ортасы не, таң, ата ішіп келіп шу шығаруы, ата-анасынан ақша сұрауы жалғаса берді.
Айым баламен айналысып, және келін болған соң, қызыққа толы күндерін іштей аңсап, үй күшікке айналды. Өзінікі дұрыс деген түйсікке үйренген ол да тұрмысқа шыққанына, ерте ана атанғанына қуана қоймады. Бәріне атан енесі мен шешесі кінәлідей, қабағынан қар жауып, іс-қимылымен, сөзімен қарсылығын білдіріп жүрді. Келіннің онысын жастығы деп қабылдаған үлкендер көп жағдайда көрмеген, естімеген кейіп танытты. Тиісті жерінде ақылдарын айтуды жалықпады. Болатбек кезекті рет ұтылып қалған кезінде жан алқымын алып келіп ақша іздеді. Той алдында ата-анасының ақша алу мүмкін емес. Әпкесі мен ағасы алдыңғы қарыздарын қайтармаған. Кімнен көмек сұрарын білмей. Дал болғанда есіне нағашы ағасы мен әпкесі түсті. Жанталасып қалтасының бұрышында мұжылып жатқан қағазды ашып, нөмірін тере бастады. Алло деді телефонның ар жағындағы дауыс кешкі қоңырауды шақтырмаған кейіппен. Алло, сәлеметсіз бе? Жансұлусыз ғой? Иә, Жансұлумын. Алло, Жансұлу тәте, мен Болатбекпін. Жангүлдің ұлы. Үндемеді. Алло, Жангүл, сіздің әпкеңіз есіңізде ме? Иә, есімде. Сізге не керек еді? Мен сізбен танысайын деп хабарласып. Жақсы, бірақ танысатын уақытты дұрыс таңдаса, күндіз хабарлас, үйге кел. Түн ортасында танысқаның қызық екен. Таңертең хабарласармыз. Алло, керек едіңсек. Таңертең хабарлас дейді ғой. Ағамыздың нөмірі қандай еді? Шенінің табылғанына мүмкін сен қуанарсың. Алло, ассаламағалейкум. Болатбек даусын өзгертіп, маңғаздана қалды. Әлі, кім бұл? Не керек? Әлі. Алло, бұл Жансерік бе? Мен Болатбек, Жангүлдің ұлы. Кім Болатбек? Қандай Болатбек? Жангүлдің ұлымын. Жангүл деген кім? Жангүл сіздің әпкеңіз. Қайдағы әпке? Мен жетімдер үйінде өскемін. Ондай әпкем жоқ менің. Не керек саған? Сізбен танысқым келген. Танысқың келсе кел, бір шиша ала кел. Таныстығымызды жуайық. Сенген қойларым сендер болсаңдар. Күйсеген ауыздарыңда. Сендерді туыстарың деп отырған шешемде еш жоқ. Жоғалыңдаршы. Ішіп алған сияқты ғой. Құдай маған дұрыс туыста бермепті. Ақша. Кімнен алсам екен? Айымды болмайтын шығар. Тұра тұр, оның алтындары бар ғой. Күйеуінің ерте келгеніне айым таң қалды. Болатбекке аяқ асты ақыл кіргеніне мәз. Келер, жылы сөйлеп, еркелеткеніне мүлде есі шықты. Оңаша отырып шай қосып дастархан жайды. Күйеуін шайға шақырмақ боп, бөлмесіне келсе Болатбек ізі қайым жоқ. Айнаның алдында шекелетіп тұратын қорап бос жатыр. Айым далаға тура жүгірді, такси ұстап кеткен болу керек, көрінбейді. Қыз күнінде бірге баратын клубқа тартты. Ондағылар айымды кіргізбеді. Сыртта күтіп біраз жүрген айым амалсыз үйіне қайтты. Бұған дейін Болатбекке еріп келіп, ақша, алтын алып, кетіп жүргендегі кездегі есіне түсті. Бір сәт ата-енесінің реніштерін түсініп тұрса да, Болатбектің осындай болып өскеніне басты кінәлілер сол кісілер деген қорытындысына бағынды. Болатбек сол кеткеннің ертесінде оралды. Алтында ақша да жоқ. Қайдан келдің? Алтындарым қайда? Әкірің деме. Әкірің дейтін сен кім едің маған? Қатыныңмын. Түнгі ойыныңа мүмкіндік берген алтындардың егесімін. Қайда алтындарым? Кетші, басымды ортпай. Адам түнімен ұйықтамай келсе. Мен ұйықтатпадым ба сені? Баламмен алысқаным аз бе? Енді сенімен алысуым керек бе? Алыспа, аулақ жүр. Мүмкін мүлде кетіп қалармын. Кетсең жолың ашық. Саған үйленемін дегенім жоқ, өзің келгенсің. Үйдегілерде мойныңмен көтер, шетім қалдырма деп, миымды аштып үйлендірді. Солай мені үйде ұстамақ болдыңдар ғой. Аталарыңның қақбасы. Мені баламен қорқытпа. Қатын жолда бала белде, қуанбасам ренжімеймін. Ұтылып қалғанына ашуын арақпен баспақ болған Болатбек аузына келгенін айтып, айым сол күні бірінші рет анасына жылап келген. Мама, мен ондай өмірге дайын емеспін. Дайын еместігіңді ертерек ойлануың керек еді. Бәрі оңай бола қояды деп саған кім айтты? Шыдайсың, күресесің. Болатбекпен бе? Онымен де, бірақ алдымен өзіңмен күресесің. Бұрынғыдай дайын дүние жоқ. Алма піс, аузыма түс болмайды.
Алланың беріп тұрған сынағы жеңіп шықсаңдар, сендерден бақытты отбасы болмайды. Одан әрі де біраз дәріс оқығаны, анасы кешкілік Болатбек кешірім сұрап келгенде, Айымды баласымен бірге шығарып салды. Осылай одан кейін Айым талай келген. Біресе күйеуі кінәлі, біресе ата-енесі жаман. Біресе қайынапасы кетіп сөйледі, біресе абысыны көре алмайды. Қанша келсе де жаңыл қызын кері қайтарумен болды. Айым ойлап отырса сол аралықта 5 жыл өте шығыпты. Бұл екінші баласын босанды, бірақ баяғы жартас сол жартас. Болатбек ойынын қоймады. Үйдегі жанжалда үйреншікті құбылысқа айналғандай. Жағдай тіпті ушығып кеткенде, жаздым, жаңылдым деп кешірім сұрайды. Онысы ұзақ дегенде 1-2 айға жарамды, одан кейін бұрынғы әніне қайта басады. Айым күйеуіне ерегеседі. Ол жұмыссыз ақшаны босқа шашып жүрсе, неліктен жұмыс жасауым керек деп, өзі де 2 баласымен ата-енесінің зейнетақысымен күнелтіп отыр. Балаларын дұрыс жолға салмаған оларға, осындай күйеу кездестірген тағдырға, өмірін тозаққа айналдырған Болатбекке, тіпті аяғына тұсау болған 2 баласына да өкпелі күндері сырғып өтіп жатты. Ұтысқа ақша тігуден басқа қызығы жоқ Болатбек ойынға ақша табу үшін үйдегі жалғыз көлікті салып жіберіп, енді сол күндерінде көзбен бұлбұл ұшырды. Анасының сөзі анау түксіз қалдырамын деп қорқытып от кетті. Айымның ойын мирастың жылаған даусы бұзды. Таңқылаң беріп келеді екен, Болатбек әлі жоқ. Балалары жатқан бөлмеге жүгіре кірді. Шешесі де оянып кетіпті. Артынан жетті, мирастың қызуы көтеріліп жатыр екен. Өлшеп көріп еді, өте жоғары. Дәрі беріп, ұлын құшақтап ұйықтап қалды. Мирастың қызуы ертеңінде де түспеді. Қайта-қайта көтерілген соң кешкілік жаңыл жедел жәрдем шақырды. Дәрігерлер қызуын түсіргенмен ауруханаға бару керектігін айтты. Айым телефонын алып сол кеткеннен мол кеткен Болатбекке хабарласа алмай әлек. Айым, сен естіп тұрмысың? Баланы ауруханаға жеткізу керек дейді. Таста телефонды. Аман болса келер, балаңды ойла. Шешесінің зілді даусынан Айым селкете түсіп, баласының киімдерін дайындауға кірісті. Қайын жартынан асығыс шыққанда бар киімді бүктемей, орап-орап тыға салған. Қайсысы қайда екенін таппай жүріп алды. Ауруханада дәрігерлердің сөзі Айымды мүлде есінен айырды. Мирасы қабылдау бөлмесінде тексерген олар балаға қатты суық өткенін, тіпті менингит деп күдіктенетіндерін айтып, жатқызып тастады. Айым ауруханада біраз жатты. Мирас ұйықтап жатқанда ғана сәлдем алып, дәлізге шығады. Басқа уақытта палатадағы көршісімен әңгімелеседі. Көрші келіншектің баласы мектеп жасына жетсе де, өздігімен жүріп тұра алмайды. Әлгі келіншек ешкімге шағынданбай, өкпелемей, баласын көтеріп, бар тілегін орындауға тырысып, жаны ұшырып жүрді. Алғашында сыртынан бақылап ашыла қоймаған екеуі бір апта ішінде сырлас құрбыға айналды. Оның өзінде келіншек өзі Айымды әңгімеге тартқан. Неше күн хабарсыз кеткен Болатбек ауруханаға келіп тұрмын, не керек, әкеп берейін деп хабарласқанында Айым жынданып айғайға басқан. Оның алдында енесі кеп кеткенде де телефон арқылы жақтырмай сөйлескен. Осының бәрін бақылап отырған келіншек бірінші боп тіл қатты. Байқап отырмын, ашулысыз. Неге сонша ашуландыңыз? Не керегін сұраған күйеуге ме? Тамағыңызды тасып, жағдайыңызды біліп жүрген енеге ме? Онда шаруаңыз қанша? Шаруам жоқ әрине, бірақ сізге қарап таңданып отырмын. Мұндай күйеу мен енені төбеге көтеріп өту керек қой. Өз күйеуіңізбен енеңізді көтере беріңіз. Бар болса көтерер едім. Біздің папамыздың баланың дертін білген соң көп ұзамай тастап кеткен. Ата-енемде ауру бала тудың деп мені кінәлады. Қазір жағдайлары бола тұра ұлдарын жұмыс істемейді деп алимент те төлемейді. Баламның денсаулығы үшін осында келдім. Мұнда жақыным, туысым көп емес. Неше күн артымнан бір адам келгенін көрдің бе? Өз атанам ауылда тұрады. Балам жиі ауырады, оларға бірін айтсам, бірін айтпаймын. Сондықтан саған қарап қызығып отырмын. Мен баламды аяққа тұрғызып алсам деген жалғыз арманмен өмір сүріп келемін. Үмітім үлкен. Алдамайтынына сенімдімін. Әлі қызым жүгіріп өтеді. Алла берса ол күнге де жетермін.
деген келіншек көзіне жас үйіріліп, теріс айналып кетті. Айым ашумен жүріп келіншекке ешкімнің келмегенін де байқамапты. Сонда күйеуіңізді сотқа бермедіңіз бе? Бір рет бердім, пайдасы болмады. Одан кейін ондай әкеден күдер өстік. Өзіңіз жұмыс істейсіз бе? Үйде қолөнермен айналысамын. Азда болса жәрдемақыға қосымша шығар едім. Баламды қайда тастаймын? Айым қайтарлас келіншекке айтарға сөз таппай шуасып қалды. Келіншектің қайсарлығына тәнті болды. Өмірінде алғаш рет біреудің мықтылығын мойындады. Мирас сәл жылап қолға алуды сұрағанда ұрсып тастайтынына ұялды. Мұна келіншек күн демей түн демей баласы қаласа болды көтеріп алады. Шаршап отырса да білдіртпейді. Мұның қиындығының жанында өзінікі текке тұрмайтын нәрседей боп қалды. Текке ашуланбаймын ғой. Менің күйеуім құмар ойынның құлы. Тұрақты жұмысы жоқ. Ата-анасы оны асырап алған. Дұрыс тәрбие бермеген. Айым өзі туралы Болатбекпен қалай танысқаны, қалай тұрмысқа шыққаны, тойдағы қойған концерті барлығын жасырмай жайып салды. Өзін ақтамақ болғаны келіншек онысында құптамады. Әрине шаршайсыз. Бірақ сол күйеуді өзіңіз таңдап түйдіңіз ғой. О баста неге байланыстыңыз? Және де сол кезде ата-анасынан ақша, алтын алып кетіп жүргеніне куә болыпсыз. Соншалықты жаман болса бірінші баладан соң неге кетіп қалмадыңыз? Кет алмай жүрсеңіз, анаңызда қарсы болса, бір жақсылығы бар болғаны. Айтқандарыңыздан жаман ата-енені байқамадым. Күнде айғай дейсіз, оны шығарушы күйеуіңіз емес пе? Сіздің көз қарасыңыз қызықтау екен. Күйеуіңіз сондай болса, ата-ененің не жазығы бар? Ақша жетпейді дейсіз. Жұмысқа шығыңыз, не істеп отырсыз үйде? Бала емізбейсіз, ата-әжесіне қалдырып, жұмысқа шығыңыз. Қатты айтсам кешіріңіз, бірақ қазіргі заманда меніңше екі адам ғана үйде отырады. Біріншісі мүгедек, яғни денсаулығы жарамайтын кісі. Екіншісі емізулі, не науқас баласы бар адам. Басқасының үйге отырғанын мен түсінбеймін. Айым қатты састы, өмірін өзгеріссіз шайып салғанына өкіне бастады. Ата-енесі талай рет басқаларға қараймыз, жұмысқа шық дегенде қартаға салу үшін ақша таппаймын деп шорт кескен. 5 жыл бойы өзгеріссіз отырсаңыздар, бәлкім сол өзгерісті алдымен өзіңіз әкелуіңіз керек шығар. Құр оймен отырмай әрекет етіп көріңіз. Өзгермесе түбегейлі шешім қабылдау қажет. Әкесіз бала өсірудің қиындығын көріп келемін. Сондықтан мүмкіндік болса отбасыңызды сақтаңыз. Бөтенді балам деп отырған кісілерді ренжітпеңіз. Анаңыз біліп айтады, өзіңізбен күресіңіз деген келіншек астын ауыстыру үшін баласын көтеріп жуынатын бөлмеге кетіп қалды. Көзіне жас алып түн ортасына дейін өз өмірін баяндап берген келіншектің әңгімесін тыңдап алғаннан кейін айым таңда ұйқысыз жатырды. Болатбек неге карта ойынына құмар? Ата-енесі қалай ғана Болатбекті бұл жолға түсуіне жол берді. Бақытбек пен Балжанның тәрбиесі мүлде бөлек. Әлде қанына тартады дегеннің рас болғаны ма? Қашанғы абысының алдында жері болып жүрмек. Қашан ешкімге алақан жаймай, айғай-шусыз тыныш өмір сүре алады. Сан сұрақтың соңғысына ғана жауап тапты. Әрине, құмар ойыннан құтылған күні немесе ажырасып бөлек кетсе ғана. Ажырасып кетсем бекен, оған талай мүмкіндік болды ғой. Болатбек балағат сөздер айтып, үйінен қуса да неліктен одан кете алмай жүр. Балаларын ойлағаным әлде оны сүйеме. Өзін Болатбексіз елестете алмайтын сияқты. Мүмкін бастапқыда қиналып, кейін оғанда үйренісер. Ақыры қиналады екенмін. Олай болса, неге картаны қойғызуға тырыспасқа? Ендеше оны қалай қойдыруға болады? Бұл сұрақтарға жауап таппаған айым оянған ұлын құшақтап ұзақ жатты. Медбикелер келіп қажетті процедураларды жасап, керектігін айтқанда орнынан бір-ақ тұрды. Мирас аман есен сауықты ауруханадан шығарып алуға ата-енесі келді. Болатбек тағы да жоқ. Мерей анасын сағынып қалыпты. Айналсоқтап әңгімесін айтып таусалар емес. Анасының ашу шақырып ұрыспағанына риза. Келіннің мінезіндегі өзгерісті Балтабай мен Оразгүлде аңғарды. Өзара күбірлесіп шүкіршілік айтумен болды. Айым өзгерсе, жабылып жүріп Болатбекті де дұрыс жолға салатындарына үміті зор.
Болатбек әйелі мен баласы ауруханаға түскен соң, енесінікіне қайта барғысы келмей, әр жерде бір жүрген. Телефонын ара-тұра қосып әйеліне хабарласатын. Айымның ашулы сөздерін естігісі келмей, онысында доғарған. Әдеттегідей түс ауа, еш жияр жемастан телефонын қосып еді, күтіп отырғандай шыр ете түсті. Әншейінде қарыздарын сұрайтындардың бірі деген оймен бүтін өмірге жауап бермей, тін, ұйқылы ояу, қоңырауды қабылдап қалды. Алло, Болатбек, алло. Әйел адамның даусы бірақ шешесімен айымдікіне ұқсамайды. Алло, кім бұл? Мен Жансұлу тәтеңмін, Болатбексің ғой. Қандай тәте? Менің ешкімім жоқ. Алло, Болатбек, бауырым тыңдашы. Түн ішінде хабарласқаныңды дұрыс жауап бермей ренжітіп алдым ба? Мен анаң Жангүлдің сіңлісі Жансұлумын. Иә, сізге не керек? Әпкемнің ұлымен танысқым келеді. Қазір қайдасың? Не істеп жүрсің? Отбасың бар ма, уақытың болса үйге келсең? Иә, мекен-жайыңызды айтыңыз. Қазір боспын, келейін. Тәтесінің мекен-жайын білген соң баратын жер таппай жүрген Болатбек бірден тартып кетті. Жансұлу жиенін жылы қарсы алды. Отбасылы екен. Жездең жұмысқа кетті, мен сол үйде баламен деп қал жағдай сұрасып жатыр. Ол кезде кішкентай болдық, қазіргідей жаста болсам, өзім өсіріп жеткізер едім. Өлгенім тіріліп, өшкенім жанғандай болды ғой. Бала күнімізде не көрмедік. Қуарақтың кесірінен шаңырағымыз ортасына түсті. Анамыздан өлі, әкемізден тірі айырылып, қанжылап жатқанда әпкемді де ажал алып кетті. Интернатта қанша қиындық өтті. Сол үшін әкемді иттің етінен шек көріп өстім. Бірақ ол да қазір өмірдеп жоқ. Оған деген өшпендіргім басылды. Тегінім әлі де кешіре алмай жүр. Соның күйігі деп жиі жетім болған. Үйленіп еді, әйелін шыдатпады. Бұл қуарақ кімге опа береді дейсің? Сол арақтың кесірінен қаншама бала жетім қалып жатыр. Жансұлу жиенінің бойынан шығып тұрған ішімдіктің иісінен секемденіп, сабақ болар деген ниетпен сөзінің соңын осылай бұрды. Оны ұнатып та тыңдап отырған Болатбек жоқ. Жан-жағын шолып шығып тәтесінен қанша ақша алуға болатынын ойлап отыр. Ата-анаңның қалдары қалай? Үйлендің бе? Бала-шағаң бар ма, қайда жұмыс істейсің? Балтабай аға мен Оразгүл апай үлгілі отбасы болған естуімше. Ағаң мен әпкең қалай? Бәрі осында тұра ма? Алла бағыңа қарай сондай ата-ананы бұйыртты. Менің әкем, анам сондай болса, деп армандайтындай адамдар. Аузым жабылмай саған сөзде бермей жатырмын. Ал шайдан алып, өзің туралы айта отыр. Мен тыңдайын. Не айтам? Үйлендім. Бір ұл, бір қызым бар. Жұмыс істемеймін, ата-анам тірі жүр. Бақытбек пен Балжанда осында. Жансұлу жиенінің даусындағы зілді байқады. Өзіне деген реніші деп қабылдады. Онысын білдіртпей қазанға ет салып, кешке жездесімен таныстыратынын, інісінде шақыратынын айтып жатыр. Баласын ұйықтатқан соң дастарханға қоятын тәттілер әкелу үшін дүкенге жүгіріп шығып кетті. Болатбектің де күткені осы еді. Үйдің ішін бір тінтіп, қолға ілігер бағалы дүние таппады. Жарымаған жақындарын боқтай жүріп, үстел шетінде тұрған ноутбукты қолтығына қысып шығып кетті. Артынып тартынбаса да бір дастарханды шайнататын азық түлігін арқалап үйіне келген Жансұлу жиенін таппай қалды. Осылай былай қарап, ноутбуктың да жоқтығын аңғарды. Полиция хабарлауға туғанын қимады. Кешке күйеуі келгенде жағдайды баяндап беріп еді. Ендігәрі алғаш ініңде, шеніңде осы үйдің маңынан жүрмейтін болсын. Көрсем айтады деме, өзім жаптырам, деп табиғатынан көп сөйлемейтін күйеуі қысқа қайырды. Жансұлу әрине туғанынан бас тартпайды. Тек күйеуінің шағымданбай, мәселені жабық қалдырғанына қуанды. Арада біршама уақыт өткен соң айым балаларын бақшаға орналастырып, жұмысқа шығуға қамданды. Бірнеше жерге барып еді, тәжірибем жоқ деп жұмысқа алмады. Тауы шағылып үйіне қайтып келе жатып, үйдің жанындағы дүкенге сатушы керек деген хабарландыруды оқыды. Кіріп сұрастырып еді, бірнеше құжат жинасы болды. Бір ай сынақ мерзімінен қабылдайды екен. Қуанышына қойнына симай тездетіп құжат дайындап орналасып алды. Болатбек баратын, ақша алатын жері болмай, еттей боп қайтып келген. Айым оның қайда болғанын, не істегенін сұрамады да. Таңертең балаларын бақшаға барып, жұмысына жүгіреді.
Содан қас қарайғанша жұмыста балаларды ата-әжесі әкеліп, тамақтандырып, келіннің тамағында дайындап қояды. Келе асын ішіп балаларды жатқызып, өзі де төсекке құлайды. Өмірі бұлай жұмыс істеп көрмеген мұрнына су жетпейтін кездері көп. Әйелі ақшаның ортасына жұмысқа тұрғаны Болатбекке ұнады. Бірақ бұрынғыдай емес, өзі табыс таба бастаған соң Айым бұның айтқанын артық орындамайтын болған. Дүкен жаққа мүлде жолатпайды, қайтпек керек. Бірнеше күн тәртіпті болып, балаларына қарасты. Әйелін кешке жұмыстан күтіп алды. Жылы-жылы сөйлеп, сеніміне кіре бастады. Есік алдына шыққан болып, дүкенге соғып, түскі асын апарып беріп жүрді. Ақыр соңында дүкеннің кілтінің көшірмесін жасап алды. Жұмыстан шығып үйге келген Айым күнде бәйек болып, жүретін күйеуінің жоқтығына таң қалды. Тағы бастаған екен деп тамақтанып балаларды жатқызды да, өзі де жастыққа басын қоя ұйқыға кетті. Таңертең қайта-қайта басылған есік қоңырауынан оянды. Дүкен қожайыны мен полиция қызметкері екен. Айым, Алдажарова сіз бе? Иә, мен. Тыныштық па? Тыныштық болса таң атпай жүреміз бе? Түнде дүкенге ұры түсті. Сіз түнде қайда болдыңыз? Үйде болдым. Қандай дүкенге? Деді Айым ұйқысын әлі аша алмай. Сіз бізді мазақ қылып тұрсыз ба? Сіз жұмыс жасайтын дүкенге ұры түсті. Ұрланған заттардың тізімі жасалынып жатыр. Бағасы есептелінеді. Көп нәрсе ұрланып па? Е, көп. Орнын толтыру үшін мына пәтеріңізді сатсаңыз жетіп қалар. Сіз не деп тұрсыз? Сонда ұры менмін бе? Енді мен емес шығармын. Кім екенін анықтаймыз. Әзірге басты күдікті сіз, кейініңіз бөлімшеге барамыз. Жауап алуымыз керек. Ата-енесі мен балалары состиып тұрған жерлерінде қалды да, Айым киініп шығып кетті. Тергеу барысында Болатбек кінәсі анықталды. Ұрланған заттарды ендігі өткізіп, сатып үлгерген екен. Тергеуші егер шығынды жапса шартты түрде жазаланатынын айтып, қамауға алынды. Балтабай мен Оразгүл балалармен ақылдаса келе пәтерді сатып, дүкеннің шығынын өтеп берді де, өздері Бақытбектің үйіне барып тұрды. Айымда ешбір сауда үйі жұмысқа алмады. Әрі-бері ойланып, анасының қарыз алып, Айым өзі саудаға шықты. 2 жылдай ақшаның басын жинағанша қиын болды. Әрі қайнағасының үйінде тұра бергісі келмей, отбасы мен пәтер жалдап бөлек кеткен. Болатбек шартты мерзімі өтелгенше, ойынын қоймаса да азайтты. Бірнеше жерге қара жұмысқа орналасты. Көпке шыдамай, шығып кетіп жүрді. Оғанда сол құмар ойыны кінәлі еді. Кезекті ұтылысы кезінде қарыз болған ақшасын ала алмағандар соққыға жығып, есін ауруханада жейді. Басынан алған соққыдан қатты ауырып, Айым дәрігерлермен қатар емшілерді де шағалады. Дәрігерде, емшілерде ішімдікті қою керектігін кесіп айтты. Оларды да тыңдамай, бірді-екілі ішіп еді. Басы қысып, жүрегі аузына тығылып, өлім аузынан қайтты. Содан бері ішімдікке жоламайтын болды. Біртіндеп ойынды да доғарды. 2 жыл өткен соң саудасы жүрген Айым бірнеше сауда үйінен бутик ашты. Артылған ақшасын жинап, қаланың ескі ауданынан 3 бөлмелі пәтерді қолма-қол ақшаға алды. Өзі жалдамалы пәтерде тұра берді. Естіген жұрт табысы саудагер бола тұра, ескі үйден пәтер алғанына және өзі оған көшіп бармағанына күлді. Бірақ Айымның өз есебі бар еді. Пәтерді алып қойғаннан кейін де артық ақшасын жинаумен болды. Жаңа үйге ақша жинап болған кезінде алдында пәтер алған ескі үй сүріліп, орнына үкіметтен жаңа пәтер алды. Ата-енесін ертіп, жаңа пәтерге көшті. Біреуін жалға беріп қойды. Әрине мұның бәрі бірден бола қоймады. Осы күнге жету үшін қанша рет жүйкесі шығарды. Басқаларды күнде шығарды. Болатбек ауруынан айықты, бастапқыда вақталық әдіспен жұмыс жасады. 1 ай жұмыста, 1 ай отбасының жанында. Үйде болғанда әйеліне көңіл бөліп, балаларының сұрағынан жасауға тырысты. Айлығынан жинап жүріп, әкесіне көлік алып берді. Кейіннен отбасылық бизнеске араласпақ болды, сәл жүріп одан да бас тартып, бұрынғы жұмысына оралды. Айым баяғы пәтердің өтеуі ретінде бір үйді ата-анасының атына жазып берген. Оған Балтабай қарт біраз қарсылық танытты, бірақ келіні көнбеді. Саудасыз жүрген Айым қазір сатушы ұстап, өзі үйде бутиктерінің басқарушылық жұмыстарымен айналысады. Қалған уақытын балаларына бөледі. Мерейі мен мирасы есейген. Үй ішінің қазіргі ермектері кішкентай Мұрат.
Оның өзі биыл мектепке барады. Айым келіндікті кесапаттықпен бастағанына әлі ұялады. Өзін тәрбиелеуін түрткі болған келіншек қазір құрбысына айналған. Оның баласының жыл сайынғы оңалту шараларына жұмсалатын қаражатына көмектесіп тұрады. Әсем өмірде түрлі адамдар бар ғой. Кейде туғанының өзі теріс айналып, бір ауыз сөзге көңілі қалып жатады емес пе? Мен ата-енемнің алдында мәңгі басымды иіп өтемін. Тегі кім, қандай адам болады деп ойланбастан, біреудің баласын бауырына басу, әр бәлен жыл бойында ол баладан алғыс естімей, шектен шыққан әрекеттеріне шыдап беру үлкен жүректі адамдардың ғана қолынан келеді. Олар шынымен ұлы адамдар. Ұлдарына дұрыс тәрбие бермеген деп күнә артатынмын. Қазір балаларыма қандай тәрбие беремін деп ойланамын. Болатбекті білмеймін, өзім төбеме келдім. Алла түзу жолды көрсетті, бұрын тіпті абысыным дұшпанымдай көрінетін. Қазір онымен де қарым-қатынасым жақсарды. Ал Болатбек болса әзірге тыныш. Бірақ жүрек шайлығып қалған, сәл кешіксе, бәрінің көңілін аулап жүгіріп кетсе, күдіктене бастаймыз. Мешітке барайық, садақа беріп кел, деп әйтеуір мешітке жиі барғанын қалап тұрамын. Араққа емес, Аллаға жақын болса деген ой. Намаз оқымайды, бірақ ол күнде жақын сияқты. Айтпақшы, күйеуіңіздің нағашы тәтесі мен ағасы қайда, араласасыздар ма? Иә, Жансұлу тәтеге барып кешірім сұрадық, таныстық, араласып тұрамыз. Тәте Жансерік ағамен де таныстырған. Ол кісінікі сол үшу жалғыз басты. Анаңыздың да көңілі орнына түскен шығар. Иә, кезінде анамның да еңбегін бағаламадым. Жас едім, ақмақ болдым. Қанша рет ажырасамын деп жылап барғанымда, кері қайтарған анама алғысым шексіз. Менің еркелігімді көтеріп, келін демей, жай келін емес, өгей келін демей, қызындай қараған екінші анама да алғысым шексіз. Ана алдындағы қарызымды Меккеге көтеріп апарсаң да қайтармайсың дейді ғой. Енді бір ақшаның басын құрап, анамды Меккеге жібергім келеді. Өзіне айтып едім, алдымен ата-енеңді жіберіп ал. Сен ішімнен шыққан қызсың, сенің еркелігіңді көтеруге міндеттімін. Ал келіннің кесапатын көтере білген сол кісілердің алдында қарыздарсың. Мен жаспын, аман болсан өзімде барамын дейді. Енді қандай шешімге келдіңіз? Ақша жинаймын да, түбі үшеуін бірге жіберемін. Ниетіңізге жетіңіз. Әңгіменің соңы зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз.